Ұлы Отан соғысынан кейін ауыл шаруашылығы қандай жағдайда болды? Ауыл шаруашылығын басқарудың әміршіл әкімшіл жүйесі туралы не білесің? Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстандағы демографиялық ахуал қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Ұлы Отан соғысынан кейін ауыл шаруашылығы қандай жағдайда болды? Соғыс жылдарынан кейін елдің жағдайы тым ауыр болды. Соғыстан құлдыраған халық шаруашылығын қалпына келтіру үшін 1946-1950 жылдарға арналған 5 жылдықтың жоспары жасалды. Алайда соғыстан әлсіреп шыққан ауыл шаруашылығын қайта қалпына келтіру оңайға соқпады. Ауыл шаруашылығына қажетті техниканың жетіспеуі, жұмыс күшінің аздығы, әкімшіл-әміршіл жүйенің ықпалы, экономикалық заңдармен есептеспеу, жер өңдеу мәдениетінің төмен болуы, қоғамдық мал шаруашылығының нашар дамуы секілді кедергілер кездесті. Сондай-ақ 1946 жылы ауыл шаруашылығында орын алған қуаңшылық та шаруашылыққа кері әсерін тигізді. 1946 жылдың 16 қыркүйегінде ауыл шаруашылығында орын алған ауыр жағдайларды жою туралы қаулы қабылданды. Нәтижесінде кеңшарлар мен ұжымшарлардың зардаптарын жою қолға алынды. Жаңа техникамен қамтамасыз ету үшін мемлекет арнайы қаражат бөлді. 4-5 жылдықтың аяғына қарай ауыл шаруашылығында 50.683 трактор, 16.000-нан астам комбайн, мыңдаған автомашина, шөп шабатын және басқа машиналар жұмыс істеді. 1950 жылы ұжымшарларда МТС-тердің 95% жұмыс істеді. Ұсақ ұжымшарларды ірілендіру шаралары жүзеге асырылып, олардың жалпы саны 2 есеге жуық қысқарды. 1948 жылы республикада ауылдар мен селоларды жаппай электрлендіру басталды. Бұл жылдары республикада мал шаруашылығы ауыр жағдайда болатын. Мал саны қысқарды. Тек қой басының тез көбеюінің арқасында мал санын 1938 жылғы деңгейге жеткізуге мүмкіндік туды. Ауыл шаруашылығын басқарудың әкімшіл-әміршіл жүйесі туралы не білесің? Әкімшіл-әміршіл жүйе қатал саясат жүргізіп, ауыл тұрғындарын мәжбүрлікте ұстады. Жергілікті жағдаймен есептеспей, жоғарыдан жоспарлап бұйрық беріліп отырды. Әскери коммунизм кезеңінің азық-түлік салғырты саясаты жалғасты. Ұжымшарларда еркін жүріп тұруды шектейтін соғысқа дейінгі нормалар сақталды. Жұмысшыларда төлқұжат болмай, ауылдық кеңестердегі тізімге тіркелуге мәжбүр болды. Төлқұжаттың жоқтығынан мекенжай өзгерте алмай, заңды түрде ұжымшарға байланып, басыбайлы шаруалар есебінде болды. Осылайша соғыс аяқталса да, қазақ даласындағы әкімшіл-әміршіл жүйе үстемдік етуін одан әрі жалғастыра берді. Соғыстан кейінгі жылдарда Қазақстандағы демографиялық ахуал қандай болды? 1930-1950 жылдары халықтың ұлттық этникалық құрамында біршама өзгерістер болды. 30 жылдардан бастап Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің халық саны жылдам өсіп, маңызды демографиялық жағдай орыстардың үлесінің өсуі мен қазақтардың үлес салмағының кемігенін көрсетті. 1941 жылы 28 тамызда фашистермен байланысы бар деген айыппен 349.713 неміс, 1944 жылы ақпанда ингуштер мен шешендер, наурызда башқұрттар, қарашада түрік месхетиндер Қазақстанға күштеп қоныс аударылды. 1946 жылы қазанда Қазақстанға арнайы қоныс аударушылардың саны 890.698 болды. Күштеп қоныстандыру кезінде бұл ұлттардың біразы аштық пен аурудан қаза тауып, аман қалғандары еңбек армияларында жұмыс істеді. Оларға жаңа қоныстарын тастап кетуге тыйым салынды. Бұзған адам 20 жылға дейінгі каторгалық жұмысқа жегілді. 1939-1959 жылдар аралығында халық динамикасы келесі жағдайға сәйкес болды. Халықтың өсуі 3.210.234 адамды құрады. 1959 жылы республикадағы жалпы халық саны 9,3 миллион адам болды. Қазақтар азайып 30%, орыстар 42,7%-ды құрады.
ал украиндер 8,2%, немістер 7,1%, татарлар 2,1%, өзбектер 1,5%, беларустер 1,2%, ұйғырлар 0,6%, кәрістер 0,8% және тағы басқа ұлт өкілдері 5,9% болды. 1954 жылы Қазақстан жазушыларының съезінде Михаил Шолохов соғыс уақытында менің отбасыма пана болып, қамқорлық жасаған қайырымды және ұлы қазақ халқына алғысымды білдіремін деді.